Абай мұрасының және бір қомақты саласын оның 90-шы жылдарда жазған қара сөздері құрайды. Қара сөздерінің жалпы саны 45. Өмірде көрген білгені, көңілге түйгені көп Абай өзінің осы даналық тәжірибе тағылымын жұртымен, қалың елі қазағымен бөлісу мақсатымен қара сөздерін жазған. Бұл шығармаларында, яғни қара сөздерінде деп жазады Мұхтар Әуезов. Абай өзінің оқушыларымен әңгімелесіп, жүзбе-жүз кездесудегі маслихат, кеңес құрып отырған ойшыл ұстаз тәрізді. Қара сөздерінде Абай өз кезіндегі қоғам өміріндегі, адам тіршілігіндегі маңызды әлеуметтік алуан мәселелерді көтереді. Олар халықты өнер білімге шақыру, бірлік ынтымаққа үндеу, қазақтың қоғамдық өміріндегі ел билеу жүйесі, еңбек пен кәсіп, бала, яғни адам тәрбиесі, адам бойындағы жағымсыз кеселді әдет салттар, жалқаулық, мақтаншақтық, парақорлық, билікке құмарлық, даугерлік және тағы басқа мәселелерді көтерген. Мұның бәрі Абай қара сөздерінің тақырыптық идеялық жағынан оның өлеңдерімен тығыз байланысып жатқанын көрсетеді. Абай 2-ші, 3-ші, 11-ші, 22-ші, 42-ші қара сөздерінде қазақтың жалқау, бос бақтанға салынғыш, арызқой, билікке таласқыш, өнерге талпынбаған береке бірліксіз тірлігі мен жаман әдет салтын сынайды. Қазақтың мұндай болу себебін, мұның бәрі 4 аяқты малды көбейтеміннен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді деп түсіндіріп, халқының кең өріске шығар бағытында белгілеп береді. Ол өнер ғылым қуу, саудамен, егіншілікпен айналысу. Бұл ойлар ақынның саяси әлеуметтік тақырыптағы көптеген өлеңдеріне де жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Адасқанның алды жөн арты соқпақ. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. 8 аяқ және тағы басқа туындыларында алтын арқау болып тартылғаны мәлім. 19-шы сөзінде Абай тәрбие мәселесін, баланың білімді, парасатты адам болып жетілу жайын әңгімелейді. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады дейді. Ал естілерден естіген осындай ғибрат сөздері мен өнегесін ұмытпай, өмірде білімділік пен біліктілікке жету үшін жастар не істеу керек? Мұның жауабын Абай 31-ші сөзінде төмендегіше жүйелеп. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болса салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер деп айтып, атап, өзі түсіндіріп береді. Абайдың қара сөздері даналық өсиет. Олар бүгінде өзінің тәрбиелік танымдық мәнін жоғалтқан жоқ. Өйткені бұл шығармалар азамат, ақын, философ, гуманист Абайдың өмір тәжірибесінен туған, оның заман, қоғам, адам жайлы сыншыл ойларын танытатын мәңгілік өлмес туындылар.